Аққағаз Досжанова, дәрігер. Ертеректе бір отбасында қыз бала дүниеге келіпті. Қағаздай әппақ болып туған сәбидің есімін Аққағаз деп қойған. Атына заты сай бүлдіршін мейірімді де қайырымды болып өсіпті. Үнемі адамдарға көмектескісі келіп тұрады екен. Ол заманда дәрігер қыз мүлде болмапты. Осыны білген Аққағаз бөпелер мен үлкендерді емдеу үшін дәрігер болуға бекініп, Мәскеудегі медициналық курсқа оқуға түседі. Сонда жүріп өмірді жақсарту жолында күресетін қайраткер адамдардың қатарына қосылады. Бұл оған биік мінбелерден мұсылман қыз-келіншектердің ауыр тағдыры туралы ашық айтуға мүмкіндік береді. Жетісудағы мұқтаж жандарға қаржы жинап көмектеседі. Өкінішке қарай, Мәскеудің ылғал климаты оған жақпады. Әлсіреп, қатты ауырып қалады. Осылайша фельдшерлер курсын жылдам аяқтап үйіне қайтуға мәжбүр болады. Туған өлкесіне қайтар жолда қамауға алынады. Алайда адал достардың арқасында тұтқыннан тез босап шығады. Осы оқиғалар оның ауруын одан сайын асқындырып жіберді. Бірақ дәрігер боламын деген асқақ арманы дерттің күшеюіне жол бермей оқуына қайта оралады. Осылайша Аққағаз жоғары медициналық білім алған тұңғыш қазақ қыздарының бірі атанады. Бірақ көп ұзамай ел басына тағы бір ауыртпалық түседі. Екінші дүниежүзілік соғыс басталады. Қайырымы мол Аққағаз жетім қалған балаларды емдеуге кіріседі. Қотыр, қышыма сияқты аурулар жылдам тарайды. Ақ халатты Абзалжан барлық жетімдер үйін күнде аралап, әр баламен жеке сөйлесіп, қажетті емін тағайындап, жүрек жылуын сыйлайды. Жақсы дәрігердің атағы ел арасында тез жайылады. Тіпті ауылдағы аналар оның есімін «Мейірімді Аққағаз қазір келіп қалады. Алақанымен аялап, ауруыңнан жазады» деп бесік жырына қосып айтатын болды. Сүйікті дәрігердің атын естіген балалар алаңсыз ұйқыға кететін. Мыңдаған баланы емдеп, ажалдан арашалап қалған Аққағаздың аяулы есімі халық жадында шексіз мейірімнің символы және жүрегі алтын дәрігер ретінде мәңгі сақталып қалады. Ақтөбедегі бір көшеге оның есімі берілген.